Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай оңай жасалатын пирогтың рецептісін көрсетемін. Ол үшін бізге осындай 3 жұмыртқаны аламыз. Бұл пирогымыз өте тез дайындалады. 5 минутта деп айтсам болады. Тез-тез чайға дайындап жіберсеңіздер өте ыңғайлы. Келесі бізде 3 жұмыртқаның үстіне осындай 1 банка сгущенканы қосамыз. Бұл пирогқа ешқандай қант қоспаймыз. Оның орнына сгущенканы қосамыз. Осылай барлығын қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз, және де үстіне сары майымызды қосамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстіне разрыхитель дейміз, қопсытқышымызды қосамыз. Ванилин қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын араластырып, үккіштен өткізілген ұнымызды саламыз. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Консистенциясы осы видеода көрсетілгендей болуы қажет. Жақындап көрсетемін қазір. Осылай жақсылап онды бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей осындай консистенцияда болуы керек. Ары қарай қызып тұрған пешімізге осындай формамызға құйып пісіріп аламыз. Менде форма 24 сантиметрлік форма. Осылай әдемілеп құйып пешімізге саламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Мен алып, суытып, сахарный пудра ішіне бетіне сеуіп қойдым. Менде мұнда пергамент сапасы онша емес болғандықтан кішкене жабысып тұр. Негізі ондай болмайды, жақсы пергамент қолдану қажет. Мінекей пирогымыз өте күшті болып көтеріледі. Тез-тез осылай жасап шашсеңіздер болады. Ас болсын.